Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біздің бүгінгі айдарымыз Білетін сұхбат айдары. Яғни біз бұл айдарымызда қазіргі қоғамның кітап оқуға деген қызығушылығы қандай, осы сұрақ аясында қала тұрғындарынан жауап алатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Негізі кітап оқыған дұрыс деп ойлаймын, себебі сөз саптауынан ойымызды ашық жеткізуіне өте пайдасы көп. Мысалы көп сөздерді білмейміз қазақша, ойымызды ашық жеткізе алмаймыз. Сол үшін де әдеби кітаптарды көп оқыған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі жастардың негізінде кітап оқуға құштарлығы ашылып жатқан сияқты деп ойлаймын өз басым. Себебі қазір ол тенденция бізде модаға кіріп жатыр. Яғни даму, кітап оқу, жан-жақты даму дейтін қазір трендте десек те болады. Және де кітап оқу маңызды, мен ойымша, өмірде ол өте қажет, себебі ол сенің сөздік қорың біріншіден, екіншіден ол сенің ойлау қабілетіңді жақсартады. Дінмұхамед Қонаев та айтқан екен, бір кітап, бір ғұмыр деп, яғни біз автордың бір кітабын оқу арқылы біз бір адамның ғұмырын, бір адамның тәжірибесін өзімізге сіңіреміз. Қазір жастар кітап оқымайды. Оқысақ біздер оқимыз, газет, журнал, кроссворд. Жастар оқымайды, телевидение содан қарайды да, интернеттен қарайды. Болды. Кітап оқу дейтін қазір жоқ. Адамның өзінің ішінде интерес болу керек. Бір адам дамуына өзінің іші выявлять ету керек қой. Сосын көптің білген кітаптан аласың, элементарный лексикон, тіл байлығы кітап оқып ашылады. Жалпы кітап оқуды бастағысы келіп жүрген кітап сүйер қауымға ең бірінші сол Дулат Исабековтің Гауһартас әңгімесінен бастауды ұсынатын едім. Міне, құрметті оқырмандар, Білетін сұхбат айдарымызды қорытындылай келе, кейбір тұрғындар кітап оқуды өмірінің маңызды бөлігі ретінде санаса, кейбір тұрғындар қызығушылығы бола тұра уақыт таппайтынын айта кетті. Кітап қашанда рухани байлық, сондықтан кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру қашанда өзекті мәселе болып саналады.